бір жасағаннан шығатын өте дәмді майсөк дайындаймыз. Басқа жерлерде бұны тары деп те атайды. Міндетті түрде видеоның соңына шейін көріңіздер. Ыдысымызды пешке қойып, жақсылап 3-4 мәрте жуылған тарымызды саламыз. Және де судан құятын боламыз. Суымыз тарының жартысынан келіп тұру керек. Осы тарымызды қайнататын боламыз. Міне қараңыздар, біздің тарымыздың суы қайнай бастады. Кішкене араластырып тұрамыз. Қайнаған соң оттың астын жай қоямыз. Және де крышкасын жауып, жай отта осы суымыз тартылғанша ұстайтын боламыз. Суымыз тартылды, енді сүтімізден құямыз. Сүтіміз тарымыздан шамалы ғана асып тұру керек. Енді қайнағанын күтеміз. Оттың астын барынша қатты қоямыз. Осы сәтте біздің сүтіміз қайнайды. Қайнаған соң оттың астын пәсейтіп қойып, крышкасын жауып, тағы да осы сүтіміз тартылғанша баяу отта пісіріп алатын боламыз. Біздің сүтіміз толығымен тартылды. Дәміне қарап құмшекер және тұздан саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Сонан соң сары майымызды қосып, тағы да араластырамыз. Біздің майсөгіміз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын.